Сәлем достар, мен Күнекен Нұрлан, қаржылық кеңесші. Шәй ішейік бағдарламасына қош келіпсіздер. Бас демеушіміз халық сақтандыру компаниясының қолдауымен қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған айдарымызды жалғастырамыз. Бүгін жалпы сақтандыру не екенін, сақтандыру тақырыбын қарастырамыз. Ол не, сақтандыру жағдайы, сақтандыру премиясы және де сақтандыру қажеттілігін талқылаймыз. Сақтандыру дегеніміз адамның, отбасының немесе кәсіпорынның күтпеген жағдайлардан туындайтын қаржылық шығындарды азайту үшін алдын ала төлем жасап, арнайы қорға жинақтау үдерісі. Бұл тәуекелге қарсы қаржылық қорғаныс жүйесі болып табылады. Ал енді сақтандыру жағдайы, яғни страховой случай орысша айтқанда не екенін қарастырайық. Сақтандыру жағдайы шартта көрсетілген оқиғаның орын алуы. Ол компанияның төлем жасауына негіз болады. Мысалы, сақтандыру жағдайы деген полис бойынша төлем жасауға себеп болатын жағдай. Ол медициналық сақтандыруда, мысалы адам сырқаттанып қалса, ауруханаға жатса, емделу шығындары сақтандырумен жабылады. Автокөлік сақтандыру, жол апаты болса, көлік зақымдалса, жөндеу ақысын сақтандыру компаниясы төлейді. Егер сіздің көлігіңізді басқа жүргізуші соқса, қарсы тараптың сақтандыруына да төленеді. Бұның барлығы страховой случай. Мүлік, тұрғын үй сақтандыруда сіздің пәтерде су басу болса, жоғарыдан су ағып кетсе көршілеріңізден жөндеу шығындары өтеледі. Өрт болса, заттар бүлінсе сақтандыру төлем жасалынады. Ал саяхат сақтандырудағы сақтандыру жағдайы, яғни страховой случай, мысалы шетелде демалып жүріп, аяғыңызды мерттіріп алсаңыз, дәрігерге барсаңыз, медициналық шығындарды сақтандырудан өтеледі. Сақтандыру компаниясына жабылады. Рейс кешігіп, қонақ үйге қосымша төлеуге тура келсе, осы шығында өтелуі мүмкін. Бұның барлығы әрине шартқа байланысты. Жеке өмір, жарақат, адам спортпен айналысып жүріп қолын сындырып алса, уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша төлем де жасалынады. Сонымен сақтандыру жағдайы, страховой случай, бұл сақтандыру шартымен көзделген тәуекел орын алған кезде сақтандыру төлемін жүзеге асыруға негіз болатын оқиға болып табылады. Келесі ұғым сақтандыру премиясы, страховая премия. Сақтандыру премиясы бұл сақтандырушыға сақтандыру шарты бойынша төленетін ақша сомасы. Ол сақтандыру қызметінің бағасы болып табылады және сақтандыру компаниясының тәуекелді өз мойнына алуына арналған төлем. Премияның мөлшері бірнеше факторға байланысты анықталады. Біріншіден, сақтандыру объектісінің құны, тәуекел деңгейі, сақтандыру сомасы, шарттың мерзімі, клиенттің тарихы және басқа да көрсеткіштер. Мысалы, автокөлік сақтандыруында көліктің жасы мен маркасы, жүргізушінің тәжірибесі, жол көлік оқиғаларының тарихы есепке алынады. Денсаулық сақтандыруда адамның жасы, денсаулық жағдайы және кәсіп түрі әсер етеді. Сақтандыру премиясы бір реттік немесе кезең-кезеңмен төленуі мүмкін. Кей жағдайда ай сайын, 90 сайын немесе жыл сайын. Шартта төлеу тәртібі, мерзімі және төлем жасау тәсілдері нақты көрсетіледі. Клиент премияны төленгеннен кейін сақтандырушы жауапкершілікке кіріседі. Яғни сақтандыру жағдайы орын алғанда төлем жасау міндеті пайда болады. Премияны есептеу үшін сақтандыру компаниялар арнайы тарифтерді және статистикалық деректерді пайдаланады. Себебі олар тәуекел ықтималдығын бағалайды. Премия неғұрлым жоғары болса, қорғаныс көлемі де соғұрлым үлкен болуы мүмкін. Ал премия мөлшерін төмендету үшін франшиза сияқты механизмдер қолданады. Яғни белгілі бір шығын бөлігін клиент өз мойнына алады. Сақтандыру премиясы сақтандыру нарығының негізгі қаржылық көзі болып табылады және компаниялар осы қаражат есебінен төлемдер жасайды, резервтер құрады, операциялық шығындарды өтейді. Мысалы, автокөлікті каска бойынша сақтандырғанда көліктің нарықтық құны 10 миллион теңге деп алынады. Сақтандыру компаниясы тәуекел деңгейін, жүргізушінің жасын, тәжірибесін, аймақтық жағдайды және апат тарихын ескере отырып, тарифті мысалға 3% деп белгілейді. Осылайша сақтандыру премиясы 10 миллион теңге 3%-ға көбейтілген 300 мың теңге болады. Клиент осы соманы жылына бір рет толық немесе ай сайын бөліп төлей алады. Клиент премияны төлегеннен кейін шарт күшіне енеді және жыл ішінде сақтандыру жағдайы орын алса, мысалы көлік зақымданса немесе ұрланса, компания шартқа сәйкес өтемақы төлейді. Бұл тек мысал, әр компанияның өзінің ерекшеліктері бар. Біздің бас демеушіміз халық сақтандыру компаниясында көлік құнына байланысты бірнеше тарифтар бар. Ресми сайтқа кіріп толық ақпаратты таба аласыздар. Тағы да денсаулық бойынша мысалды қарастырайық. Адам жылдық медициналық сақтандыру полисін сатып алады. Оның жасы 35-те, қауіпті кәсіппен айналыспайды, созылмалы аурулары жоқ. Сақтандыру компаниясы жылдық премияны 80 мың теңге деп белгілейді.
Клиент осы соманы төлегеннен кейін жоспардан тыс дәрігерге қаралу, анализдер, МРТ сияқты шығындар шарт аясында төленеді. Екінші мысал, 55 жастағы адам ұзақ мерзімді денсаулық сақтандыруын жасайды. Жасы үлкен болғандықтан және гипертония диагнозы бар болғандықтан тәуекел жоғары. Премия мөлшерде жоғарырақ болады. Мысалы, жылына 160 000 теңге төлейді. Егер ол ауруханаға жатса немесе ем қабылдау қажет болса, шығынның көп бөлігі сақтандыру есебінен жабылады. Үшінші мысал, спортпен белсенді айналысатын адам деп қарастырайық. Марафоншы. Спорттық жарақаттар бойынша қосымша сақтандыру жасайды. Жарақат алу ықтималдығы жоғары болғандықтан сақтандыру премиясы да жоғарырақ. Жылына 120 000 теңге. Егер марафоншы жаттығуда тобы күрт бұрып алса, операция және оңалту шығындары сақтандырумен өтеледі. Сақтандыру премиясы сіздің деректеріңізге және компанияның тарифтеріне байланысты есептеледі. Сондықтан полисті таңдағанда мұқият болыңыз. Мысалы, халық сақтандыру компаниясында жазатайым оқиғалардан сақтандыру халық забота онлайн бағдарламасы бар. Жазатайым оқиға болған кезде ақшалай өтемақы төленеді. Төлемдер 2,5 миллион теңгеге дейін емделуге немесе басқа қажеттіліктерге жұмсауға болады. Бүкіл отбасы үшін 4 адамға дейін қарастырылады. 1 жастан 64 жасқа дейін сақтандыруға болады. Осы полистің аясында өтелетін тәуекелдері ол жарақаттар, күйіктер, заттардың құлауы, электротрогының әсері, жазатайым оқиға, жол көлік оқиғасы салдарынан қайтыс болуда өтеледі. Сонымен сақтандырудың негізгі түрлерін классификациясын қарастырып алайық. Бұл дегеніміз жеке сақтандыру, өмірді сақтандыру және денсаулықты сақтандыру болып келеді. Екінші тарафы бұл мүлікті сақтандыру, үй, пәтер, техника және көлікті сақтандыру. Және де сақтандырудың жауапкершілікті сақтандыру түрі бар, және де бизнес сақтандыру түрі бар. Сақтандыру адамның өмірінде және кәсіпкерлік қызметте маңызды рөл атқарады. Біріншіден, сақтандыру қаржылық қорғанысты қамтамасыз етеді. Яғни күтпеген шығындар немесе апаттар кезінде адам немесе компания қаржылай тұрғыда қорғалады. Екіншіден, сақтандыру тұрақтылық береді. Яғни күтпеген жағдайлар экономикалық немесе жеке өмірлік тұрақтылыққа қатер төндірмейді. Үшіншіден, сақтандыру әлеуметтік қорғау механизмі болып табылады. Мысалы, медициналық немесе өмірлік сақтандыру адамға, отбасыға немесе қызметкерлерге қосымша қауіпсіздік ұсынады. Төртіншіден, сақтандыру тәуекелді бөлісу қағидасына негізделген. Бұл дегеніміз көптеген адамдар немесе ұйымдар өз премияларын біріктіріп, тәуекелді ортақ қор арқылы бөліседі, осылайша жеке адамға түсетін қаржылық ауыртпалық азаяды. Соңғысы, сақтандыру болашақты жоспарлауға мүмкіндік береді. Адам немесе компания алдын ала қандай да бір тәуекелге дайындалып, жоспарланған бюджетті де сақтай алады. Сонымен, сақтандыру қаржылық қауіпсіздік, тұрақтылық, әлеуметтік қорғау, тәуекелді басқару және болашақты жоспарлау сияқты негізгі функцияларды орындайды. Сақтандыруды қаржыны басқарудың маңызды бөлігі ретінде қарастырыңыз. Бұл күтпеген жағдайларды қорғануға, қаржылық тұрақтылықты сақтауға және болашаққа сенімді жоспар құруға әрине көмектеседі. Сақтандырусыз қаржылық жоспар толық болмайды. Сондықтан әрбір жеке тұлға мен компания өз қаржылық стратегиясына сақтандыруды міндетті түрде қосуы қажет. Сақтандыруды қаржылық өмірді қалыпты да пайдалы әдеті ретінде қабылдаңыз. Оны пайдалану арқылы ешқандай бәле шақыру деп қарастырмаңыз. Керісінше, сіз өзіңізді және отбасыңызды, компанияңызды күтпеген жағдайлардан қорғайсыз. Көп адамдар сақтандырудан қорқып, сақтансам қиындық тартады деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде сақтандыру қауіп қатерді азайту мен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ететін сенімді құрал. Сондықтан бұл әдетті қалыптастыру маңызды. Оны қорқынышпен емес, ақылмен пайдаланыңыз. Халық сақтандыру Қазақстандағы сенімді нарықта көптен бері жұмыс істейтін сақтандыру компаниясы. Ол автодан бастап мүлік, денсаулық, өмірді сақтандыру және туристік сақтандыруға дейін кең ауқымды өнімдер ұсынайды. Онлайн рәсімдеу мен ыңғайлы тарифтер, сондай-ақ сенімді қаржы базасы арқылы халық сақтандыру компаниясы сізді, отбасыңызды және мүлкіңізді күтпеген жағдайлардан қорғауға кепіл береді. Сондықтан сақтандыруды жоспарлы қаржыңызға енгізіп, болашағыңызды тыныш күйде жоспарлаңыз. Біздің бас демеушімізден сыйлық ұтып алғыңыз келсе, осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіз. Келесі кездескенше.